Жыл соңына дейін Бәйтерек холдингі шамамен 250 миллиард теңгеге еліміздегі жобаларды қаржыландыруды жоспарлап отыр. Олардың ішінде Сарыарқа автопром автокөлік өндірісін кеңейту, Ақтөбе ферроқорытпа зауытында жоғары көмірсутекті феррохром өндірісін, Казцинк мырышын экспорттау басты мәселе. Бұдан бөлек 2015 жылы отандық шағын және орта бизнес үшін Азия даму банкінен 150 миллион доллар сомасында тағы бір транш тартылмақ. Осы арқылы ел кәсіпкерлер үшін жаңа мүмкіндіктердің есігі ашылмақ. Осыдан 1,5 жыл бұрын жұмысын бастаған Бәйтерек холдингінің құрамына бүгінде 11 даму институты кіреді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша еншілес компаниялар көрсеткіштерін жалпы есептегенде холдингтің таза табысы 30 миллиард теңге рекордтық көрсеткішке жетті. Ал биыл бірінші жартыжылдықтың нәтижесі 12 миллиард теңгені құрап отыр. На момент создания холдинга Бәйтерек Холдинг жұмысын бастағанда Қазақстан даму банкінің несиелер үлесі 32%-ды құраса, қазіргі уақытта 48%. Сөйтіп, біз ел экономикасына шамамен 200 миллиард теңге қойдық. Енді жылдың соңына дейін банк қоржынындағы несиелер үлесін 52%-ға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Қызмет барысында Бәйтерек холдингі шағын және орта бизнесті қолдауға 170 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Ал сәуір айында ұлттық қордан бөлінген 100 миллиард теңгенің басым бөлігі игеріліп, 300-ден астам жоба мақұлданды. Сондай-ақ ел азаматтарын тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі де назардан тыс қалмады. Бүгінде тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 2020 жылға дейін 4,5 миллион шаршы метр үйді пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Оның ішінде 1,5 миллион шаршы метрі жас отбасыларға арналған. Қолжетімді тұрғын үй бағдарламасы 2020-ға өте көп көңіл бөлінді. Бұл бағдарлама аясында банктың пул құру рәсімдері жеңілдетілді. Бұл өтінішке беру комиссиясы жойылды. Төлем қабілеттілігін растауға және кредит өтінімдерін рәсімдеуге қатысты клиенттер толтыратын құжаттар саны қысқартылды. Бәйтерек холдингі үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасының екінші 5 жылдығының негізгі қаржы операторы болып табылады. Бұл ретте ендігі басты мақсат шетелдік инвестиция көлемін арттыру. Айнұр Ақылбайқызы, Ринат Досалиев, Астана.